Сәлем достар. Роботтардың өмірімізді қалай өзгертіп жатқаны туралы ойланып көргенсіз бе? Бүгін мен сіздерді робототехниканың қызықты әлеміне апарамын және осы ақылды машиналардың күнделікті тәжірибемізді қалай өзгертіп жатқанын көрсетемін. Бастайық енді денсаулық сақтаудан. Робот қолдарымен жоғары дәлдікпен жасалатын операциялар әлемін елестетіп көріңізші. Міне, сол әлем бүгін бар. Да Винчи хирургиялық жүйесі сияқты роботтар операциялық бөлмелерде төңкеріс жасауда, процедураларды аз инвазивті етіп, қалпына келу уақытын қысқартады. Бұл тек операциялар ғана емес. Роботтар реабилитацияда көмектесіп, пациенттерге қозғалғыштығын бұрынғыдан да тезірек қалпына келтіруге көмектеседі. Келесі өндіріс. Адамдардың бір қалыпты, қайталанып отыратын жұмыстарының күндері өтті. Роботтар конвейерлік желілерді басып алып, өндірісті тиімдірек етіп, адам қателіктерін азайтады. Өшірулі өндіріс терминін естігенсіз бе? Бұл адамдардың қатысуынсыз, толығымен автоматтандырылған роботтармен жұмыс істейтін зауыттар. Бұл ғылыми фантастика емес, бұл қазір болып жатыр. Бұл өнімдерді тезірек және арзанырақ жасауға мүмкіндік береді. Бұл біздің барлығымызға пайдалы. Бірақ бұл тек ауруханалар мен зауыттарда ғана емес. Роботтар үйлеріміздің бір бөлігіне айналуда. Сіздің есіңізге румба шаң сорғышы түседі, сіз тыныштықпен демалатын кезде еденді тазалайтын кішкентай шаң сорғыш. Бұл тек бастама. Шөп шабатын, тағам дайындайтын және тіпті жолдастық көрсететін роботтарды көрудеміз. Үйге келіп, сізді қарсы алатын, жаңалықтарды айтып беретін, тіпті кездесулеріңізді еске салатын роботты елестетіп көріңізші. Бұл ғылыми фантастикалық фильмде өмір сүру сияқты. Енді болашақ туралы әңгімелесейік. Ең қызықты салалардың бірі жасанды интеллект. Жасанды интеллектпен жұмыс істейтін роботтар ақылдырақ болып, өз қоршаған ортасынан үйреніп, адамдар сияқты шешімдер қабылдайды. Бұл шексіз мүмкіндіктерді ашады. Біз роботтарды мұғалімдер ретінде көре аламыз. Олар әр оқушыға жеке білім беруге көмектеседі. Немесе роботтарды қамқоршылар ретінде қарттарға үздіксіз қолдау көрсетеді. Мүмкіндіктер шексіз. Бірақ осы жетістіктердің барлығымен бірге біз шешуіміз керек маңызды сұрақтар бар. Бұл жұмыс орындары үшін не дегенді білдіреді? Роботтармен қарым-қатынасымыз қалай дамиды? Ойлануға көп нәрсе бар. Кейбір сарапшылар роботтар белгілі бір тапсырмаларды орындайтын болса да, олар сонымен бірге біз әлі елестете алмайтын жаңа мүмкіндіктермен жұмыс орындарын жасайды деп есептейді. Ал этика туралы не деуге болады? Роботтарды жақсылық үшін пайдалануды зиянды мақсаттарға емес, қалай қамтамасыз етеміз? Бұл алға жылжыған сайын қоғамның бірлесіп шешуі керек үлкен сұрақтар. Демек, роботтар бұл тек болашақтың емес, олар бүгін бар және өміріміздің әрбір саласында толқындар тудыруда. Денсаулық сақтаудан өндіріске дейін, тіпті өз үйлерімізде де олардың әсері жоққа шығарылмайды. Кілті осы өзгерістерді қабылдау және роботтарды өмірімізге барлық адамға пайда әкелетіндей етіп біріктірудің жолдарын табу. Назар аударғаныңызға рахмет. Егер сіз бұл бейнені қызықты деп тапсаңыз, технологияның болашағы туралы қызықты контентті көбірек көру үшін ұнатуды және жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кезге дейін қызығушылығыңызды жоғалтпаңыз.